Сәлем достар. Бүгін біздің тақырыбымыз экожүйе. Біздің мақсатымыз өзімізді қоршаған ортаны танып білу, экожүйеге әсер етуші факторлар және экожүйені құраушы нәрселерді, құраушы заттарды танып білу. Ең алдымен біз экожүйе дегенімізге тоқталайық. Экожүйе дегеніміз тірі ағзалардың өмір сүретін табиғаттың өлі бөліктермен қарым-қатынас жасайтын жанды және жансыз бөліктер арасындағы заттар айналымы. Бұл терминді 1935 жылы Тенсли ұсынды. Табиғаттағы зат алмасу процесіне байланысты биоценоздағы организмдерді 3 топқа бөледі: продуценттер, консументтер, редуценттер деп. Яғни өндірушілер, тұтынушылар, ыдыратушылар. Осы біздегі өндірушілер, тұтынушылар, ыдыратушылар осы біздегі жаңағы экожүйені құраушы белгілі бір бөлік болып табылады. Сол арқылы бізде экожүйенің белгілі бір заңдылықтары жүреді десек те болады. Яғни мына жерде көріп отырғандарыңыздай, продуцент ол өсіп тұрған жасыл жайқалған желектер болса, оны тұтынушылары жаңағы консументтер бөкен, бұғы, қоян сияқты тірі жануарлар. Ал оларды қоректенетін олардың тағы бір түрі аңдар. Яғни консументтер олар бір-бірінің етін жейтін, сондай дайын асты жейтін жануарлар десек те болады. Олар яғни дайын асты жеп қоректенетін сондай бөлік. Ал редуценттер дегеніміз ол жаңағы дайын асты жеп, бірақ оны керісінше бастапқы қалпына түсіретін сондай ыдыратушылар. Оған көп жағдайда бактериялар мен саңырауқұлақтар жатады. Продуценттер дегеніміз ол күн энергиясын пайдаланатын жасыл өсімдіктер немесе органикалық заттарды биогенді элементтерден құрайтын жасыл желектер. Яғни олар алғашқы өнім өндірушілер, автотрофты организмдер. Яғни біздің планетамыздағы бүкіл тірі әлемді органикалық заттармен қамтамасыз ететін жасыл желектер. Яғни олар күн энергиясын, сонымен қатар минералды заттарды пайдаланып, соларды өзінің тіршілігінде пайдаланып, олармен өзін өндіру арқылы басқа да тірі организмдерді өндіреді. Яғни өсімдік өсу арқылы бізде оны қорек ететін жануарлар өнеді. Сол арқылы бізде жаңағы қоректік тізбек қалыптасады десек те болады. Консумент дегеніміз ол өсімдіктер синтездеген органикалық заттарды жаңа формаға айналдыратын тұтынушылар. Яғни олар латынша консумо тұтынамын, продуценттерден жасаған органикалық заттарды пайдаланатын гетеротрофты организмдер. Бұларға жануарлар, көптеген микроорганизмдер, сонымен қатар насекомдар, қоректі өсімдіктер жатады. Бірінші қатар ол консументтер, екінші қатар ол консументтер жыртқыштар жатады. Яғни бірінші қоректе ол өсімдікті қоректенетіндер, ал екінші қатардағы олар жаңағы консументтері ол жаңағы біздегі өсімдікпен қоректенетіндер болып табылады. Редуценттер ол органикалық қосылыстарды минералды қосылыстарға дейін ыдырататын организмдер. Олар латынша редусеус ол қалпына келтірушілер деп аталынады. Яғни ол органикалық заттарды ыдырататын және оларды басқа бір игеретін биоорганикалық заттарға айналдыратын ағзалар. Яғни олар біздегі жаңағы тірі ағзадағы шіріген заттарды жеу арқылы оларды
бастапқы қарашірікке немесе бір витаминге немесе бір органикалық затқа айналдырады. Сонымен қатар олар негізгі құраушылары саңырауқұлақтар, бактериялар, сонымен қатар олардың ең негізгі қоректері ол өсімдік пен жануарлардың қалдықтары болып табылады. Бұл суретте сол біздің жаңағы айтып отқан биоценоздағы организмдер арасындағы байланыс. Яғни мына жерде жасыл желек өсіп, ол күннің энергиясын жердегі органикалық заттарды бойына сіңіру арқылы өсіп өніп, оны бізде мынау жеу арқылы бірінші бірінші қатардағы бірінші қатардағы продуцент емес, бірінші қатардағы консумент болып табылады. Бұл піл өлгеннен кейін бұны тұтынушылар, яғни ол яғни олар жаңағы біздегі саңырауқұлақтар мен бактериялар, олар бізде осы шіріген өлген қалдықты бастапқы деңгейге, яғни органикалық деңгейге дейін ыдыратады. Экологиялық пирамида. Экологиялық пирамида ол экожүйедегі продуценттер, консументтер және редуценттер арасындағы массасымен өрнектелген қатынас. Нәтижесінде бір тропикалық деңгейден екіншісіне өткен сайын биомасса сандық құрамы және энергия қоры азайып отыратыны анықталған. Бұл заңдылықты кезінде эколог Ч. Елтон зерттеп өзінің есімімен Элтон пирамидасы деп атаған. Яғни бұл жердегі бізде жаңа айтып отқанымыз осы Элтон пирамидалары, яғни ол экологиялық пирамида, биомасса пирамидасы және сандық пирамида сияқты болып бөлінген. Міне, осы бір сандық пирамиданы көрсететін болсақ, бұл жерде өсімдіктерді осы бір ұлу немесе ұлу тектес бір жәндіктер жейді, ал жәндіктерді құрбақаны жылан, жыланды бүркіт жейді деген сияқты сандық пирамида құрған. Энергия қуатының көзіне байланысты экологиялық жүйелер төмендегідей түрге бөлінеді. Энергияны күн сәулесінен алып, табиғаттың басқа көздерінен, адамдардан алмайтын жүйелер. Екіншісі, энергияны күн сәулесінен және табиғат көзінен алатындар. Үшіншісі, энергия күн сәулесінен және адамдардан алатын топтар. Төртіншісі, энергияны отыннан алатындар. Құрамына байланысты экологиялық жүйелердің бірнеше түрі бар. Біріншісі, құрлықтық экологиялық жүйелер, одан бізде тұщы сулар экологиялық жүйесі шығады, және құрлықтық экологиялық жүйелерден тундра, тайга, орман далалары, дала шөлейтті, шөл, тропикалық тау сияқты жерлер шығады. Ал тұщы сулар экологиялық жүйесінен бізде ағынды су, ағынсыз сулар шығады. Яғни көл, тоған, өзен, бұлақ сияқты. Ал тұщы сулар экологиялық жүйесінен бізде теңіз сулары және экологиялық жүйелер шығады. Одан бізде теңіз бен ашық мұхиттар пайда болған. Яғни сондай экожүйелер қалыптасқан. Экожүйенің жіліктелуі. Экожүйе ол құрлықтық экожүйе және де су экожүйелері болып жіктелінеді. Бізде су экожүйелері ол тұщы су және теңіз экожүйелері болып екіге бөлінген. Бұл жіктелу экожүйенің, яғни тұщы су және теңіз экожүйелері, яғни бұлар жер асты және теңіз ашық экожүйелер болып табылады. Бұл экожүйелерде көптеген ағзалар тіршілік етеді. Өзінің ортасы осы теңіз суы немесе тұщы су болып табылған.
экожүйенің деңгейлері. Экожүйе микро экожүйе және де мезозо экожүйе және макро экожүйе деп және глобалдық экожүйе деп бөлінген. Микро экожүйеге тоқталатын болсақ, кішкене су қоймасы ол жануарлар өлексесі және олардың тіршілік ететін ағзаларымен бірге сонымен қатар аквариум, жайылым, су тамшысы сияқты микро экожүйе жатады. Мезозо экожүйеге орман, теңіз, су және де тоған сияқты басқалар жатады. Яғни орта деңгейдегі сондай белгілі бір аумақты алып жатқан орман, өзен, көл сияқты және тағы басқа да белгілі бір аумақты алып жатқан экожүйелер жатады. Ал макро экожүйеге бізде өте үлкен белгілі бір зонаны алып жатқан, белгілі бір мұхитты алып жатқан экожүйе жатады. Ал глобалдық экожүйеге биосфера жатады. Яғни ол экожүйенің ең үлкен тармағы. Сонымен достар, біздің осы бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.